Саламатсыздар ма? Менің YouTube көрермендерім, қалдеріңіз қалай? Маған подписка жасамаған болсаңыздар, міндетті түрде жасап қоюды ұмытпаңыздар. Және колокольчикті басуды ұмытпаңыздар. Себебі мен әр салған жаңа видеом сізге ең бірінші болып көрінетін болады. Мені іздеп жатпайсыздар. Колокольчикті басып қойсаңыздар, мен бірінші эко-мама, супер мама деп мен бірінші шығатын боламын. Яғни мен сіздерге өзімнің бұрыннан әжем қолданып жүрген аптекада бар жоғы 100 теңге ғана тиын тұратын осындай бір майдың көптеген емге пайдасы бар екенін сіздермен бөліскім келіп отыр. Мұқият тыңдаңыздар, видеоның соңына дейін көріңіздер. Енді бұны менің әжем өте көп қолданды. Енді жас кезінен де қолданып өте жақсы көмегі бар екенін біздерге де айтып жүретін. Енді қазір өзім осыны пайдаланып жүрмін, және пайдаланып маған енді пайдасы болғасын, яғни маған көмек бергесін, мен сіздерге де оны неге халқыма айтпасқа, неге халқыма көптеген ауырып жүрген қыз-келіншектеріміз бар, варикозбен страдать етіп жүрген. Варикозды білесіздер. Варикоз ол өте бір жаман аурудың бірі. Асқындырып алсаңыздар, ол өте жаман болады. Асқындырып алмаңыздар. Жаңа босанған келіншектерде көбіне шығып жатады варикоз, үлкен кісілерде де, және сырқыратып, кешкісін жата алмайсыздар, иә? Сырқыраған аяққа, табаныңызға жайлап, жұқартып, жағып, массаж ретінде массажировать етіп, 5 минуттай массаж жасай отыра сіздер бұны жағып қойып, ұйықтап қалсаңыздар болады. Енді 3 жұма жасайсыздар. 3 жұмада күніне 1 реттен жасайсыздар. Ұмытпаңыздар, күніне 1 рет қана жасайсыздар. Яғни жатарда қай уақытта ыңғайлы, сізге жатарда ыңғайлы, сол уақытта жай ғана бүйтіп кішкене ғана тамызасыңдар осындай ватный дискаға, және аяқтарыңызға, сол ауыратын жеріңізге міндетті түрде 5 минуттай массаж жасап отырып, жаңағы варикозыңыз тұрған жерге 5 минут массаж жасап, жайлап, кәдімгідей керемет қылып жағып, ұйықтап қалсаңыз болады. Жақпас бұрын оның алдында қыз-келіншектер міндетті түрде аяғыңызды жақсылап жуып алыңыздар. Кәдімгі жақсылап жуып алыңыздар аяғыңызды. Содан кейін барып мына осындай керемет майзды жағасыздар. Бұның аты қыз-келіншектер миномазин деп айтылады. Міне бұл аптекада бар, любой аптекада түртті. Қандай аптека кірсеңіз де 100 теңге тұрады. Кем дегенде 150 теңге мүмкін тұрар. Мен бұны 100 теңгеге алғанмын, сол себептен айтып отырмын, әр аптекада әртүрлі болғасын. Енді бұл аяқ сырқырағанда, және деген, в общем, ол көп салқынды шығарады бұл ауру деген. Мұны өздеріңіз білесіздер. Мен өзім үнемі осыны жасап жүремін. Кішкене ғана қалды, міне. Жолдасыма да жағамын, балаларыма да жағамын, аяқтарыма жағып, нәски кигізіп қоямын, түнде жатарда, таңертең салқыны бірден шығып кететін болады. Енді сіздер де жасап көріңіздер. Бұл деген өте арзан тұрады. Сол себептен сіздерге де ем болсын дегім келеді. Рахмет, видеоның соңына дейін көргендеріңізге. Подписка жасауды ұмытпаңыздар.